Әулие елшілер Петр мен Паул бас мейрамы жайлы Франсис папаның уағызы. Құрметті бауырластарым, бүгінгі литургия кезінде оқытылған Інжілде, яғни Рим шаһарының қамқоршы әулиелерінің бүгінгі бас мейрамы кезінде Петрдің Исаға айтқан мына сөздері берілген. Сен Мәсіхсің, мәңгі тірі Құдайдың ұлысың. Матай жазған Інжіл 16:16. Бұл Петрдің ақидасы. Петр мұны адами түсінік негізінде емес, әке Құдай соны рухтандырғандықтан айтады. Осылайша балықшы Шимон Петрдің сенім жолы бастаған. Шын мәнінде бұл сөздердің мағынасы Петрдің өміріне терең еніп, оны толығымен баурап алғанша көп уақыт өтті. Елшілер Петр мен Паулдан өткен сенім тәрбиесі әрқайсымыз үшін бірдей. Өзіміз Исаның Мәсіх мәңгі тірі Құдайдың ұлы екеніне сеніп жатырмыз. Дегенмен, ой ниетіміз бен іс-әрекетіміз ізгі хабарға толық сәйкес келгені үшін уақыт, шыдамдылық және кішіпейілділік қажет. Петр елші мұны осылайша сезінді. Петр Исаға сенетінін мойындағаннан кейін, бірден Иса Петрге өзінің азап шегіп, өлім жазасына кесілетінін айтты. Петр Иса айтқанын қабылдамады, өйткені ол мұны шынайы Мәсіхтің міндетімен үйлеспейді деп санап, ұстазына сөгіс бергенде, ұстаз Иса Петрге жауап берді. Менен аулақ кет, Әзәзіл, маған тұзақ құрып жатырсың, сен Құдайдың емес, адамның қалауын ойлап тұрсың, деп тыйым салды. Матай жазған Інжіл 16:23. Келесі сұраққа ойланып көрейік. Бізде де солай емес пе? Біз сенім нышанын оқығанда, соны нық сеніммен айтып білдіреміз. Бірақ өміріміздегі ауыр сынақтарға қарамастан, бәрі құлап бара жатқан сияқты деп сезінеміз. Содан кейін біз Құдай иемізге қарсы шыға бастаймыз. Біз Құдайға мұның дұрыс емес екенін, басқаша болуымыз керектігін, рухани жолымызда қыңыр, әрі әз шаршауымыз керектігін айтамыз. Сонда біз сенушілер болып, тұлғаның екі жүзділігімізді сезінеміз. Мұндай кісі Исаға сеніп, үмітін артады, бірақ сонымен бірге Исаға еру қиын екенін сезінеді. Содан кейін сол кісі ұстазының жолынан өзгеше жолдарды іздей бастайды. Әулие Петр дәл осындай рухани қиындықты бастан өткерді. Петрге уақыт пен кемелдік қажет болды. Басында Петр айқыш ағашы туралы ойдан қорқып кетті. Бірақ өмірінің соңында Петр иеміз Иса туралы батыл куәлік берді. Кілесе дәстүрі бойынша, әулие Петр елші иеміз Иса Мәсіх туралы әр қашан уағыздаған. Петр мұны айқышқа төңкеріліп шегеленгенге дейін істеді. Осылайша Петр кішіпейіл болып, ұстазы Исамен тең болғысы келмеген. Паул елшінің өзінің сенімділік жолы да бар. Паул сенімсіздік пен күмәнді бастан кешіп, біртіндеп жетілді. Димаш қаласына барар жолда Паулға қайта тірілген Иса Мәсіхтің көрінуі, соны мәсіхшілерді қудалаушыдан сенімді мәсіхшіге айналдырды. Бұл оның сенім жолының бастағаны болды. Онда Паул елші дағдарыстарға, сәтсіздіктерге және ол тәніме шаншылып түйрелу азабы деп атайтын нәрсенің үнемі ауруына тап болды. Паул елшінің Қорынтықтарға арналған 2 хат 12:7. Сенім жолы серуендеу емес. Осы ешкімге де жеңіл болмады. Петрге де, Паулға да, басқа мәсіхшілерге де сенім жолы серуендеу сияқты емес. Ол жолы қиын, өте қиын жол. Сенімге келтірілген Паулдың өзі бірте-бірте, әсіресе қиыншылық кезінде, нағыз мәсіхші болуды үйренді. Қасиетті елшілер Петр мен Паулдың рухани тәжірибесіне сүйене отырып,
әрқайсымыз өзімізге келесі сұрақтарды қоя аламыз. Мен Құдайдың ұлы Иса Мәсіхке сенімімді мойындаған кезде әрқашан үйренуім керек екенін түсінемін бе? Әлде мен қазірдің өзінде жақсы екеніме сенімдімін бе? Сондай-ақ, қиындықтар мен сынақтарда көңілім түсіп, шағымданамын ба? Немесе керісінше, қиындықтарды Құдай иемізге сенім арту мүмкіндігіне айналдыруды үйренемін бе? Паул Тимотейге хат жіберіп, былай деп жазады: Иеміз бізді болашақта да жамандық атаулыдан сақтап, өзінің көктегі патшалығына апармақ. Паул елшінің Тимотейге арналған 2 хат 4:18. Елшілердің патшайымы Мариям Бекеш бізге Петр мен Паулдың үлгі алуды, әрі күн сайын сенім жолымен жүруді үйрете берсін. Аумин.